Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы компьютерлік жүйелер және желілер бөлімінің 6-шы тақырыбы операциялық жүйелер. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз операциялық жүйелердің негізгі функциялары, операциялық жүйе интерфейсі. Енді ойланайық, программа дегеніміз не? Сендерге операциялық жүйе ұғымы таныс па? Балалар, сендер төменгі сыныптардан бастап компьютерде әртүрлі программалармен жұмыс жасадыңдар. Компьютерде жұмыс жасау үшін бізге міндетті түрде программалар қажет. Енді осы программалар қалай жұмыс жасайтынын қарастырайық. Программа дегеніміз не? Программа компьютер деректерді өңдеу процесі барысында орындайтын командалар тізбегі. Программалық жасақтама компьютердің ұзақ мерзімді жадының барлық құрылғыларында сақталатын программалар жиынтығы. Программалық жасақтаманың 3 түрі бар. Жүйелік программалық жасақтама, қолданбалы программалық жасақтама, яғни қосымшалар, үшінші программалау жүйелері. Операциялық жүйе дегеніміз не? Компьютердің барлық құрылғыларын басқару үшін арнайы программалар қолданылады. Олардың ішінде операциялық жүйе ерекше орын алады. Операциялық жүйе компьютерлік құрылғылардың үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастыратын, компьютер жадын, процестерді, барлық программалық және аппараттық жасақтамаларды басқаратын базалық жүйелік программалық жасақтама. Компьютердің операциялық жүйесі мынадай міндеттерді атқарады. Компьютер құрылғыларының жадтың, процессордың, сыртқы құрылғылардың жұмысын басқарады. Қолданбалы программалардың жұмысын қамтамасыз етеді. Компьютер мен адам арасында байланыс орнатады. Алғашқы операциялық жүйелерде командалық жол интерфейсі болды. Себебі компьютерді басқару үшін командалар пернетақта арқылы енгізілген. Ал қазіргі операциялық жүйелерде қолданушыға ыңғайлы графикалық интерфейс қарастырылған. Дербес компьютерлер үшін кең тараған операциялық жүйелер көрсетілген Windows, iOS, Linux, Windows 10, Windows Vista сияқты операциялық жүйелер. Операциялық жүйелер бір міндетті және көп міндетті болып бөлінеді. Бір міндетті операциялық жүйе бір мезгілде тек бір ғана тапсырманы орындай алатын операциялық жүйе. Оған MS-DOS операциялық жүйесін жатқызуға болады. Ал көп міндетті операциялық жүйе бір мезгілде бірнеше тапсырманы орындауға мүмкіндік береді. Мысалы, Windows операциялық жүйесінде компьютерде мәтін тере отырып, әуен тыңдауға және дәл осы сәтте басқа құжатты баспаға жіберуге болады. Операциялық жүйенің түрлері пайдаланушылардың санына байланысты бір пайдаланушылық және көп пайдаланушылық болып бөлінеді. Қазіргі кезде қолданып жүрген Windows 10 операциялық жүйесінің графикалық интерфейсін қарастырайық. Windows 10 операциялық жүйесінің жұмыс үстелінде файлдар, бумалар мен қосымшалар және белгішелер сияқты элементтері орналасқан. Операциялық жүйелер тек компьютерлерге ғана емес, смартфондарға, планшеттерге, электронды кітаптарға және басқа да заманауи цифрлық құрылғылардың барлығына орнатылады. Мысалы, iOS, Android операциялық жүйелерінде. Microsoft компаниясы Windows операциялық жүйесін үнемі жаңартып отырады. Алдарыңызда Windows операциялық жүйесінің даму кезеңдері көрсетілген. Міне қызық, 1985 жылы Microsoft фирмасы Windows 1.01 графикалық қабықшасын жасады. Бұл нұсқа өте баяу жұмыс жасайтын. 1990 жылы Microsoft фирмасы Windows 3.0 нұсқасын жасады. Бұл графикалық қабықша DOS мүмкіндіктерін арттырды. Нәтижесінде көп міндеттілік пайда болды және жадыға қойылған 640 килобайтты шектеу жойылды. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымызда операциялық жүйелердің негізгі функциялары мен операциялық жүйе интерфейсімен таныстық. Өткен сабағымыз бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Программа дегеніміз не? Программа компьютер деректерді өңдеу процесі барысында орындайтын командалар тізбегі. Программалық жасақтама дегеніміз не? Программалық жасақтама дегеніміз компьютердің ұзақ мерзімді жадының барлық құрылғыларында сақталатын программалар жиынтығы. Келесі сұрағымыз, программалық жасақтама неше түрге бөлінеді?
Программалық жасақтама үш түрге бөлінеді: жүйелік программалық жасақтама, қолданбалы программалық жасақтама және программалау жүйелері. Операциялық жүйе дегеніміз не? Операциялық жүйе компьютерлік құрылғылардың үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастыратын, компьютер жадын, процестерді, барлық программалық және аппараттық жасақтамаларды басқаратын базалық жүйелік программалық жасақтама. Операциялық жүйе қандай міндеттер атқарады? Операциялық жүйе компьютер құрылғыларының жұмысын басқарады, қолданбалы программалардың жұмысын қамтамасыз етеді, компьютер мен адам арасында байланыс орнатады. Windows 10 операциялық жүйесінің қандай объектілері бар? Windows 10 операциялық жүйесінің объектілері файлдар, бумалар, қосымшалар және белгішелер. Мінекей оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Төменде орналасқан сілтемеге өтіп, тақырып бойынша тапсырманы орындап жіберіңіздер. Орындағандықтарыңыз туралы төменде комментарийге пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.